Бағышы қазақстандықтар көрсін жайында сақ болсын. Сәлеметсіздер қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз. Кесе арнамызға жазылып лайк басын ұтпаңыз. Еліміздің 5 өңірінде аптап ыстық сақталады. Қазгидромет Қазақстан аумағы бойынша 30 маусымға арналған ауа райы болжамын ұсынды. Елімізде аптап ыстықтың беті қашан қайтады. Республикамыздың басым бөлігінде ауа райының тұрақсыз сипаты сақталады. Жаңбыр жауады, Қазақстан солтүстік батысында нөсер жаңбыр жауады. Еліміздің оңтүстігі мен батысында ғана жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Республикамыз бойынша ортақ табиғи құбылыс найзағай, бұршақ, дауыл, желдің екпіні алуы. Оңтүстік өңірде шаңды дауыл соғады деп күтіледі. Қарағанды, Павлодар, Абай, Жетісу облыстарында, ұлттық өңірінің солтүстігінде, шығысында Ақмола, батысында, шығыс Қазақстан облысы, оңтүстігінде Маңғыстау облысы, батысында Ақмола облысы, батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Түркістан, Жамбыл, Қызылорда, Алматы, ұлттық облыстарында, Маңғыстау өңірінің солтүстігі, Қостанай, Қарағанды облыстарының оңтүстігі, Абай өңірінің оңтүстігі, Жетісу облысының солтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Видеомыз кеңінен таралып барша қазақстандықтар сақ болу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.